Сонымен өткен жолы сіздерге айтқанымыздай, Қырымның тас-талқан болып жеңілуі Үлкен Ордадан және Мәскеудің амалсыздан Үлкен Ордаға қайтадан салық төлеуі 1479 жыл, яғни арада 3 жылдай уақыт өткенде мүлде өзгеріп сала берді. Қалай дейсіздер ғой? Бұл кезде Мәскеу өзімен бәсекелесіп келген бай өлке Новгород жерін бағындырады, яғни солтүстігінде жатқан. Ал Ахмет хан, яғни Үлкен Орданың билеушісі, бұл кездері күшеюдің орнына Қырымнан айырылып қалған болатын. Яғни Қырым Османдардың билігіне өтіп кетті. Осыдан кейін Мәскеу билеушісі Иван III салық жинауға келген Ахмет ханның жарлығын елшілердің көзінше жыртып, Үлкен Ордаға салық төлемейтінін ашық мәлімдеді. Бұлай қарайтын болсаңыз, бұл Мәскеу тарихындағы шешуші кезең болатын. 1480 жылы Казимир IV мен, яғни Литва және Польшаны билеп отырған корольмен келісім бойынша Ахмет хан әскерін бастап, Мәскеуге үлкен ауқымды жорық бастайды. Тарихи кітаптардан оқығаным бар еді. Сіздерге қызық болса, онда айтып өтейін. Ахмет ханның қалың әскер бастап Мәскеуге келе жатыр дегенін естіген князь, яғни Мәскеудің билеушісі Иван III қалтырап кетті. Өз сарайында әрі-бері жүріп уайымға батқан князь тіпті Ахмет ханға салықты төлеп тыныш отыруды да ойлайды. Алайда сол түркі хандықтарынан қашып келген ордалық ханзадалар және әмірлер князьді, яғни Иван III Ахмет ханға қорықпай қарсы шығуға әзер көндіреді. Әскер саны ордалықтардан әлдеқайда көп екендігіне қарамастан, ғасырлар бойы бағыныштылық психологиясының әсер еткені сондай, князьдің ордалықтарға соңына дейін қарсы тұруға екі ойлы болуы бүгінгі КСРО құрамынан шыққан түрік халықтарының басындағы жағдайға ұқсайтындай. Сонымен қашып келген ордалық ханзадалар солардың көндіруімен Мәскеу билеушісі Иван III әскерін бастап Үлкен Орда билеушісі Ахмет ханға қарсы жүрді. Олардың арасын Угра өзені бөліп жатты. Алайда екі әскер бір айға жуық бір-біріне қарсы бата алмады. Үшінші Иванның әскері көп болса да, яғни Мәскеудің әскері көп болса да, Үлкен Орданың бұрынғы айбыны басты ма, шабуылдауға қорықты. Ал Үлкен Орда билеушісі Ахмет ханның әскері салыстырмалы түрде орыстардан аз болатын. Мәскеуге қарсы Үлкен Ордамен одақ құрған, әлгінде біз айтқан Казимир IV өз әскерін әкелем деген уәдесінде тұрмады. Ақыры орыстар мен ордалықтар шешуші шайқасқа түсуге жүрексініп, екеуі де кері шегініп кетті. Угра өзеніндегі бұл оқиға Алтын Орданың дәуірі біткенін көрсеткен тарихи оқиға болды. Әрине сіздер бірден айтуларыңыз мүмкін. Кейіннен арада 2 жыл уақыт өткеннен кейін, яғни 1382 жылы Тоқтамыстың Мәскеуді өртеп жіберуі, одан кейін Едіге бидің Мәскеу жорығы. Мұндай жорықтардың болғаны рас, бірақ бұл жорықтардың ешқайсысы Алтын Орданың құлдырауын тоқтата алған жоқ. Тарихшылардың көпшілігі дәл осы Угра өзеніндегі екі жақтың бір-біріне бата алмауынан кейін Мәскеудің жаңа тәуелсіз тарихы басталды деп есептейді. Сонымен Мәскеуді қол астыма қаратам деген асыл арманына жете алмаған Ахмет хан Еділдің бойындағы ордасына қайтып оралды. Ордаға келгесін өз әскерін, тіпті қолбасшыларын таратып жіберген ханның қорғансыз қалғанын, орыс жеріне жасаған сәтсіз жорығын естіп, осыны пайдаланып үлгерген Сібірдің Ибақ ханы және Ноғай мырзалары бірлесіп, Ахмет ханды өз шатырында өлтірді. Яғни бұл жерде Ибақ хан деп отырғанымыз және Ноғай мырзалары кезінде осы Ахмет хандармен бірлесіп, Әбілқайыр хандығын бөлшек етіп бөліп алған билеушілер болатын. Ахмет ханның өлімімен Алтын Орданы қайта құру арманда бірге кетті. Соңғы тарихи деректерге қарайтын болсақ, Ахмет ханның өлтірілуі Мәскеу мен Сібірдің құпия келісімі негізінде жасалған астыртын әрекет екендігі ашылып отыр. Алайда оның Мұртаза, Сайд Ахмет II, Шейх Ахмет деген ұлдары аман қалып, әкесі Ахмет ханның ісін жалғастыруға кірісті. Алайда олардың да өз араларында бірлік бола қоймады. Бұлайша айтқанда, Ахмет ханның ұлы Шейх Ахметтің тұсында Үлкен Орда түбегейлі өмір сүруін тоқтатты. Мүмкін мынадай ой болатын шығар. Ибақ хан Мәскеумен келісіп, яғни астыртын келісім жасасып,
мұндай тірлік жасамағанда, яғни Ахмет ханды өлтірмегенде деп одан әрі жалғастыра беруге болады. Бұл ұзақ уақыттар бойы айта беретін әңгіме, яғни таңнан таңға жырлай беруге болады. Алайда шынына келгенде Алтын Орда сонау Тыныбек, Жәнібек, Бердібек хандардың тұсында әлсірей бастаған болатын. Оған бірнеше жағдайлар әсер етті. Бір ғана жағдай емес. Мысалы, үлкен даладағы хандардың өзара тынымсыз соғысы, қалалық өркениеттің бірте-бірте күйреуі, онымен қатарласа сауда жолдарының әлсіреп, яғни Ұлы Жібек жолының әлсіреп, бірнеше жылдарға созылған даланы жайлаған үлкен жұт, қуаңшылық елді әбден тұралатып тастады. Көшпелі өмірге бейімделген хандар қалалық өркениеттен үнемі алыс тұрды. Сіз келіссеңіз де, келіспесеңіз де шынайы тарих осындай. Әрине сіз қазір тарихи кітаптардан болсын оқып алып, мысалы Ақ Орда хандары, Алтын Орда хандары Сығанақ, Сауран бекіністерінде тарихи ғимараттар салды деп айтуыңыз мүмкін, яғни қосымша түрде. Бірақ бұлар жеткіліксіз болатын. Бір сөзбен айтқанда, бұл қалалардың күйреуі Алтын Орданың күйреуіне алып келген оқиғалардың бір жағдай ретінде қарастыруға болады. Яғни оның экономикалық жағдайына, халықтың әл-ауқатына, отырықшылық, егіншілік, қолөнер деген дүниелер бірте-бірте дағдарысқа ұшырай бастады. Әрине, Еділ бойындағы Сарай-Бату, Сарай-Берке, Астрахан сияқты бірнеше қаланы айтуға болады. Алайда бұл қалалар санаулы еді. Және хандықтың алып территориясында қалалық өркениет әлдеқайда аз болғандығын мойындауымыз керек. Яғни аз болғандығын мойындауымыз керек. Мұның бәрі айналып келгенде елдің әлсіреуіне алып келетіні айтпаса да түсінікті. Қандай тарихымызды қарасаңыз да, біздің тарихымызды атыс шабыстармен, қылыштасу, найзаласумен түсіндіру дұрыс емес. Себебі дәуірлер өткен сайын ғылым мен техника өзгеріп, шаруашылық түрлері мүлде басқа арнаға өзгеріп жатқанда, бұрынғы Алтын Орда жерінде қарапайым қалалық өркениеттердің өзі жоғала бастауы бұл сөзсіз құлдырауды көрсетті. Ондай мемлекет ондаған жарайды, тіпті жүздеген жылдар бойы әскердің, яғни қуатты әскердің, батырлардың ерлігімен, немесе саясаттың шеберлігімен өзінің тәуелсіздігін сақтап тұруға болады. Бірақ түптің түбінде көрші елдің отарына айналатыны бұл көшпенділердің ғана, яғни біздің ғана тарихымыздан емес, әлемнің тарихында Африка құрлығы, Америка, Азия құрлығы, сонау мұхиттардың ортасында жатқан Австралияның тарихынан да көруге болады. Қазірдің өзінде сіздерге біздің құлдырауымыздың тарихын жалпылама түрде айттық. Алдағы уақытта осы тарихи өзгерістердің әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, зерттеп, ашып айтатын боламыз.